құрылыс алаңындағы жазатайым оқиғалар, бұзақылық пен медициналық мекемелердегі өлім-жітім. Былтыр ел бойынша соттарда моральдық зиян өндіру бойынша 513 іс қаралды. Оның дені қанағаттандырылып, жәбірленушілерге өтемақы төлеу бойынша шешім шығарылды. Жалпы мұндай істерде не ескеріледі және талап қоюшы қанша теңге көлемінде моральдық зиян өндіре алады? Бұл жөнінде заң алдында бағдарламасында. Моральдық зиян өндіру бойынша істердің бірі бірнеше аптадан бері Қызылорда қаласында қаралып жатыр. Сот алдына қапыда баласынан айырылған ана келіп отыр. Бұл баланың ұтылғаннан кейін, негізі бірінші күндерден бастап баланың жағдайы дұрыс болған. Бірақ бұл кезде психиатр орталықтағы дәрігерлер қалыпты жағдай деді да 2 күнге бізді шығарып жіберді. Одан кейін бірінші емханадан бізде ол уақытта ұзақ уақыт аймақтық дәрігер болған жоқ. Бірақ сол 22-ші жылы Махан Ветова деген Нұргүл деген дәрігер тағайындалып келіп бізбен танысып, дәрігер екенін айтып, баланы қарап кеткен болатын. Одан кейін екі рет медбике келіп кетті. Осыдан 3 жыл бұрын Нурила Премжанова ұлды болып, оған әмір деп ат қояды. Перзентханадан үйге шыққан сәби туа біткен жүрек ауруымен ауырған. Бірақ оны перзентхананың да бірнеше рет үйге тексеруге келген емхана қызметкерлері де байқамаған. Тек бір ай өткеннен кейін әйел ұлында аты жаман аурудың барын біледі. Жүрек соғысы ұнамай тұр, баланың барып УЗИге түсіп келесіз ба деді. Маған тез керек болғандықтан мен өзім үнемі балдарды Атлант клиникасына түсіретін тұрмын. Сол жаққа барып түсірдім. Түсірген уақытта бірден сағат 2-де жазылдық. 2-де барып түсірдік объекттің кезінде. Сол кезде маған балада врожденный порог сердца, пульсы 253 деп сондай қорытынды берді маған дәрігер. УЗИст дәрігер. Сол уақытта ол айтты, сізге, наверное, Астанадан көмек іздейтін шығарсыздар деді. Өйткені тяжелый порог болып тұр деді. Сол уақыттан қорытынды алғаннан кейін мен аймақтық дәрігер Махамбетоваға хабарластым. Сол УЗИ қорытындысын жібердім. Ол өзі оқуда жүргенін қазіргі уақытта қорытындысын айтып, маған тез хабарласуды сұрады. Сол күні түнде Шақалақ балалар ауруханасының жансақтау бөліміне жатқызылады. Ем-дом жүргізіледі. Бірақ оның өміріне дәрігерлер араша түсе алмай, сәби 2022 жылдың 22 сәуірінде шетінеп кетеді. Бұл жараның бетін ашу өте қиын болып тұрған. Сәбинен айырылған келіншек ерік-жігерін жинап біршама уақыттан кейін кінәлілерді іздей бастайды. Сөйтіп Қызылорда облысындағы медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің департаментіне жүгінеді. Жауабы келгенде әйелдің күдігі расталады. Хаттан өмірі бірінші емханадағы аймақтық дәрігердің баланы дұрыс бақыламағандығы мен қателіктер жібергендігі жазылған. Кәсіптік міндеттерін тиісінше орындамады деп айыпталған халаттағы қатысты 317 бап бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бұл жерде талап қоюшының ойын мен дұрыс қанды түсінбедім, құрметті. Яғни мекемеден пайда көру ма, или әділдікті орнатып тұрғаны ма? Мен сол нәрсені түсінбедім. Қылмыстық істен бөлек бала өліміне қатысты азаматтық істе қозғалды. Марқұм сәбидің анасы моральдық зиян өндіруге ниетті. Сотқа жауапкер ретінде нөмірі 1-ші емхана өкілдері келіп отыр. Патрона жүргізілген, барлық қызмет тарапы жүргізілген. Тек бұл жерде жаңағы ЭКГ-сіне байланысты сұрақтар туындаған. Ол жерде тек біздің қызметкер тарапынан ЭКГ-нің кеш баруына айту ғана, ол жерде ғана біздің қызметкер тарапынан ғана үлкен минус болған құрметті. Острый бронхит пен тяжелое состояние түсіп тұр. Яғни анатомиялық қорытындыға сәйкес. Бұл жерде дәрігердің салғырттығынан, болмаса дәрігердің қарамағанынан, или жүректің жаңағы соқтығысының азаюынан деп көрсетілмеген. Бірақ қосымша тексерген кезінде ЭКГ тараптарынан жаңағы жүрегінде ақау бар деп айтылған. Емхана атынан сөйлеген азамат сотқа перинаталды орталық пен балалар ауруханасын жауапкер ретінде тартуды сұрады. Аталған мекеме өкілдері мұны залда естіп отырды. Сөз берілген кезде заңгерге жауап қатып, мекемеде бұл іс бойынша жүргізілген тексеріс қорытындысын ұсынды. Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті 8 сәуір 2025 жылы тексеру жүргізген. Тексерудің қорытындысында жоғарыда барлық аталғандардың негізінде Қызылорда қаласы тұрғыны
Н. Пірімжанованың 21.03.22 жылы туылған ұлы А. Фарухұлына көпбейінді облыстық балалар ауруханасы шаруашылық жүргізу құқығында коммуналдық мемлекеттік кәсіпорында көрсетілген медициналық көмектің сапасына қатысты жазған арызы комиссия шешімінен негізсіз деп танылды деп қорытынды берілген. Ем-дом протоколға сәйкес жүргізілуіне байланысты бізді үшінші тұлға және басқа да жауапкер қатарынан алып тастауыңызды сұраймыз. Отырыс барысында негізгі жауапкер ретінде емханатынан келген өкіл мен талапкер арасында түсініспеушілік орын алды. Перинаталдық орталықтан қолхат жазып шыққан деген мәліметтер бар. Қолхат жаздыңыз ба? Жоқ, нақты мен ол қолхат айтып жатқан қолхатты жазған жоқпын. Егер де балаңды шешесінде жағдай жақсы болған жағдайда, оны бір күн ішінде, 2 күн ішінде бірден үйіне қарай босатып жібереді көмекші. Оны да ескеруін сұраймын. Яғни бұл жерде көрсетілгендей туылғаннан кейін, бір күннен кейін қолхат негізінде біз өз еркімен баланың жағдайына байланысты өз еркімен шыққан. Процеске қатысқан перинаталды орталық қызметкері 1 айлық баланың өмірін қиған ауруға тоқталды. Открытый овальный болып туылуы мүмкін. Ол открытый овальный окно ол да өлімге әкелмейді. Ол кейіннен жабылып кететін тесік, ДМПП-да жабылып кететін тесік. Ол кейіннен жаңағы вирусный инфекция қосып алса, ол бала ұзақ уақыт ауырып қалса, ол тесік үлкеюі мүмкін. Вирусный инфекция сепсиске әкелуі мүмкін. Сепсис ары қарай ол сол провоцировать етуі мүмкін. Бір аурулар оны асқандыруы мүмкін. Сол аурудың нәтижесінде жаңағы гипертензиясы жоғарылауы мүмкін. Анасының сөзінше сәби шетінеместен бірнеше күн бұрын суық тиіп ауырған. Ол кезде де әйел дәрігер дұрыс ем-дом жүргізбеді деп отыр. Сол баланың жаңағы терісі сұр болып, жаңағыдай торланып тұрды. Одан кейін салқын тигенін айттым. Сол баланың негізі жағдайы шамалы ұнамай тұрғанын айтып едім, ештеңе етпейді. Жаңағы жағдай қалыпты жағдай, тек сағыныштығы бар, сол сағыныштығын ғана бақылаңыз. Болмаса миына зақым келуі мүмкін деді да, сонымен кетіп қалды. Бар болғаны дәрігерлер сол патронаж уақытысында 4 рет келді, мен білгенімше. Баламның құқығын қорғау үшін осындай құқық қорғау органдарында және сотқа жүгініп отырмын. Моральдық зиян ретінде әйел соттан нөмірі 1-ші емханадан 100 миллион теңге өндіріп беруді сұрап отыр. Жәбірленушілерге арналған өтемақының бұл түрінде шектеу жоқ, көлемін талапкер белгілейді. Тараптар тыңдалғаннан кейін судья оны не арттырады, не кемітеді. Көп жағдайда азайтылады екен. Себебі өзімде бір күмән болды. Жалпы адамның денсаулығы немесе өмірі бағалау деген нәрсе жоқ ол. Ол бағаланбайды ол. Дүниенің бүткіл жаңағыда алтын қоры бар, бүткіл ақшасын алып келіп, адамның өмірімен бағалау ол мүмкін емес. Сол үшін адамның өмірі және денсаулығы бағаланбайды. Сол себептен заңда көзделмеген нақты міне осы адамның өмірі осындай тұрады. Менің тәжірибем болсын, басқа да қорғаушылардың тәжірибесінде соттар сондай қылмыс, аса ауыр қылмыстарда 20 миллионнан асырмайды негізі. Ал денсаулыққа зиян келтірген жағдайда сотта зардапты бағалау жүргізіледі. Ол жеңіл, орта және ауыр деп бөлінеді. Бір жылдан кейін мысалы ол реабилитация деген нәрсе болады. Оның мысалы бір жылдан кейін бір жақ білмеймін, денсаулығы науқас кетуі мүмкін, бір жақ істемей қалуы мүмкін. Біз алдын ала оған болжам бере алмаймыз. Сондықтан да сот оны ескермейді. Кассациялық шағымға келетін болсақ, ол жарты жыл ішінде беру керек. Сол жарты жыл ішінде жаңағы адамның денсаулығы шынымен күрт өзгерді. Кәдімгідей әсері тиді. Ол көзінен айырылды, аяғынан немесе басынан айырылды. Бірақ болжам бере алмаймыз. Сол кездері сол жаңағы адвокат алатта кассациялық шағым беріп, сол кездері міне қазіргі кездегі оның науқастың міне справкаларын көрсетеді, міне соның салдарынан міне ана жолғы мысалы орта берілген зияны кетіп, қазір ауыр болып қалды да, соны моральдық көбейтіп жеңіп алады. Ал енді жақынынан айырылған адам моральды зиянды өндіру үшін арыз жазып сотқа барса, онда оның осы күнге дейін қалай зардап шеккені бағаланады. Шеккен уайымы, азабы мен жай-күйі ескеріледі. Тұрмыста жағдайда қаралып, өтемақы белгіленеді екен. Былтыр моральдық зиян өндіру бойынша сотта 513 іс қаралды. 459 адамның арызы қанағаттандырылып, өтемақы алатын болған. Тағы 45 талапкердің талабы қанағаттандырусыз қалдырылған. Одан бөлек 9 жағдайда азаматтар
арызын қайтарып алып, белгісіз себептермен өтемақыдан бас тартқан. Отырыстан кейін Нурила Премжанова да соттан арызын қарауды тоқтата тұру жөнінде арыз жазған екен. Жәбірленуші қылмыстық іс тергеліп біткенін күтетін сияқты. Бұл жағдайда қылмыстық іс дәрігердің үстінен қозғалды. Ал азаматтық істе тұтас емхана жауапқа тартылады. Әрине біріншісінен екіншісінің жазасы жеңіл. Бұл мәселеге мәжілісмен Мұрат Абенов те алаңдаушылық білдіріп отыр. Жауапқа жалғыз бір маманды тарту арқылы медициналық мекемелер жауапкершіліктен жалтарып отыр дейді. Дәрігерлік қате деп бір адамды сол ғана айыпты деген әңгімеге шығарады. Бұл жерде мен кез келген адам өлімде бірінші кезекте аурухана айыпты. Сен неге сол қызметкерді жұмысқа алдың, неге үйрет бердің, неге инструменттер бермедің, неге әр жасалатын емдік шараларды бақылауға алмадың. Қаржылық талап. Мынау бүкіл ертең анау зақым келген адамға тірі қалса, егер оның отбасы талап ететін болса, барлығына аурухана жауап беру керек. Қасақана адам өліміне қатысы болатын болса, ол жауапқа тартылу керек өз деңгейінде. Бір сөзбен айтқанда, депутат мың астына бірді жықпай сүттен ақ болатын мекеме басшылығын бірінші кезекте тексеру керек деп тұр. Жалпы соңғы жылдары бір жасқа толмаған балалар арасында өлім көрсеткіші азаймай тұр. 2023 жылы 2998 сәби шетінеген, былтыр 2600 бала көз жұмды.